Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі бірінші сынып, бірінші сабақ. Тақырыбымыз сөйлеу не үшін қажет? Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет. Енді балалар, сұрақ: сөйлеу не үшін керек? Сөйлеу, яғни біздің бір-біріміздің түсінісу үшін қажет, е? Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Балалар, осыны мұқият есімізде сақтаймыз. Біздің сөйлеуіміз оқу, айту және жазудан тұрады. Екінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жануар. Бүркіт барыс қасқырда, дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Авторы Несіпбек Айтұлы. Өз тілінде сөйлеуді дегенді қалай түсінесің дейді. Өз тілінде сөйлеу, яғни біздің тіліміз балалар қазақ тілі. Ана тілінде сөйлеу бұл маңдайының бағы бар деп айтып тұр. Ал енді балалар, жануарлар сөйлей ала ма? Жоқ, балалар, жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыстайды, балалар. Яғни ит үреді, мысық мияулайды. Осы секілді, Енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма көркем жаз деген. Әлдейінен ананың, үйрен ана тіліңді. Балалар, бұл жазуды, яғни көшіргенде мұқият, таза етіп, боямай көшіріңіздер. Ал енді соңғы тапсырма балалар, 4-ші жаттығу: сәйкестендір дейді. Қарқылдайтын не? Қаңқылдайтын не? Шиқылдайтын не? Ырылдайтын не? Балалар, қарқылдайды. Не қарқылдайды? Қарға қарқылдайды, Ал қаңқылдайтын не? Қаз қаңқылдайды, Ал шиқылдайтын бұл әрине торғай. Ырылдайтын ауладағы біздің күшігіміз немесе итіміз, Балалар, осылайша біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.